23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күні. Облыс әкімі Ерлан Қошанов әріптестерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Аймағымызда 7 мыңнан астам шенеунік еңбек етеді екен. Мереке аясында дәстүрге сай өңірдегі үздік қызметкерлер марапат иеленді. Салтанатты жиын барысында жас мемлекеттік қызметкерлер аймақ басшысының алдында ант қабылдады. Екеуі де алғаш рет әкімшілік лауазымға тағайындалып, сынақ мерзімінен сәтті өткен. Артем Ким енді Қаражал қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімін басқарады. Ал Лашын Төлеу Жаңарқа ауданының ветеринария бөлімінің бас маманы болып бекітілді. Жас мамандар мемлекеттік қызмет атқару үлкен құрмет екенін айтады. Бүгін облыс әкімінің алдында ант қабылдап, мен үшін ол өте үлкен құрмет. Барлық мемлекеттік қызметшілерді бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде аймағымыздағы 7 мыңнан астам мемлекеттік қызметкердің 3 мыңға жуығы жастар. Осы азаматтардың ішінде елеулі еңбек етіп жүргендері үздіктердің үздігі төс белгісімен және құрмет грамотасымен марапатталды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов өз сөзінде біз үшін болмашы проблемалар деген болмау керек. Барлық өзекті мәселелерді уақытылы және толық шешетін болсақ, адамдар оның шешімін басқа жерден іздемейді деп шенеуніктерге кеңес берді. Мы единый организм. Я благодарен каждому из вас. Біз бүтін бір ағзамыз. Мемлекеттік қызметкердің әрбір ісі халықтың көз алдында. Біз осындай жауапкершілікті абыроймен атқаруға міндеттіміз. Мемлекеттік қызметке адалдықтарыңыз бен ерен еңбектеріңіз үшін сіздерге рахмет. Бәріңізді осынау кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мемлекеттік қызметші болу үлкен еңбек және ерекше жауапкершілік. Ел президенті өз сөзінде халық алдындағы ауыр да абыройлы міндетті атқару үшін әрбір мемлекеттік қызметкерде патриоттық рух болу керек. Сондай-ақ мен еліме қызмет атқарамын деген сана қалыптасу қажеттігінде атап өткен болатын. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.